Арма ағайын, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда мен Алтынгүл Төлегенова. Ең алдымен назарларыңызға бүгінгі күннің аңдатпасын ұсынамыз. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Ұлытау облысында кең ауқымды челлендж басталды. Бокстан кіші жасөспірімдер арасындағы Ұлытау облысының құрама командасы мүшелері анықталды. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Президент тиісті жарлыққа қол қойды. Бастама жұмысшы мамандықтарды дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болып қалыптасу идеясын насихаттауды көздейді. Мемлекет басшысының жарлығымен 2025 жыл жұмысшы мамандықтарының жылы болып жарияланды. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін реформалауды жүзеге асыру мақсатында үкіметпен жұмысшы мамандықтар жылын ұйымдастыру жөніндегі республикалық жоспар бекітілді. Сондай-ақ министрлік пен кәсіптік техникалық білім беруді трансформациялаудың 2025-2027 жылдарға арналған жол картасы қабылданды. Халықаралық салалық стандарттар мен сертификаттауды белсенді түрде енгізу қажет. Ол үшін оқу ағарту министрлігі жұмыстың сапасына тәуелсіз бағалау жүргізу керек. Сондай-ақ технологиялық көшбасшыларды айқындай отырып, колледждерді кәсіби бейімдеу мен саралауды аяқтауы қажет. Сонымен қатар өңірлерде әлемдік деңгейде беделді оқу орындарының филиалдары ашылып жатыр. Жыл сайын шамамен 500 ғалым шетелде машықтануға мүмкіндік алады. Бүгінде айта кетейік, Қазақстанда кәсіптік техникалық білім беру жүйесінде 772 колледж жұмыс істейді. Онда 565 мың студент оқиды. Алтынгүл Төлегенова, Дастан Тұрар, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Ұлытау облысы полиция департаменті халықты интернет алаяқтардан қорғауға бағытталған ерекше жобаны бастады. Челлендж барысында полиция қызметкерлері көліктерді тоқтатып, ереже бұзғанын емес, керісінше кибер қауіпсіздік бойынша пайдалы кеңес айтады. Толығырақ Арайлым Шакарманова тарқатады. Бүгінгі қоғамның дерті интернеттегі алаяқтық. Алаяқтықты алдын алу мақсатында ұйымдастырылған челлендж барысында Сәтбаев қаласының патрульдік полиция өкілдері интернет алаяқтықтың алдын алу мақсатында жүргізушілермен профилактикалық әңгіме жүргізіп, кішігірім сыйлықтар табыстады. Жаңа жылмен сізді ескертеді Сәтбаев қаласының полиция бөлімі. Интернет алаяқтықтарын сақ болыңыздар, байқаңыздар, алданып қалмаңыздар. Және де туыстарыңызға ескертіп жүріңіздер. Жақсы, рахмет. Құрметті Сәтбаев қаласының тұрғындарымен және қонақтары. Ұлытау облысы полиция департаментінің бастығы нұсқамасына сәйкес полиция департамент қызметкерлерінің арасында ауқымды челлендж жүріп жатыр. Челлендж мақсаты алаяқты болдырмау және алаяқтық қылмыстарға қарсы профилактикалық әңгімелер жүргізу және қала тұрғындарының алаяқтардың құрбаны болып қалмауы. Бұқаралық ақпарат құралдары да, құқық қорғау органдары, банк қызметкерлері де халыққа алаяқтың арбауына түспеуді тоқтаусыз ескертуде. Алайда алаяқтар сенгіш халыққа өз айлаларын оп-оңай асыруды жалғастырып келеді. Сондықтан тәртіп сақшылары халықты ескертулерге назар аударуға шақырады. Арайлым Шакарманова, Шыңғыс Шернияз, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Ұлытау облысында 3 күн қатарынан бокстан облыстық турнир өтті. Облыс орталығында өткен жарыс нәтижесінде кіші жасөспірімдер арасындағы жеңімпаздар анықталып, салтанатты жағдайда жүлделері табысталды. Жеңіс тұғырынан көрінген боксшылар облыстың құрама командасының құрамына кіреді. 3 күн ішінде 16 салмақ дәрежесінде 87 жекпе-жек өткізіліп, үздіктер анықталды. Финалдық кездесулер өте тартысты өтті. One Team Box клубының оқушысы боламын. Бұл алғашқы Қазақстан чемпионатының отборынан бірінші орын алдым. Қазақстаннан бір алам, Алла қаласа. Ағайындыларыма рахмет. Ниязов Қанағат, Тілеуберген Алмас. Жарыстың жеңімпаздар мен жүлдегерлеріне Ұлытау бокс федерациясы атынан бағалы сыйлықтар мен Ұлытау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының атынан дипломдар мен медальдар табысталды. Айта кетейік, жарыстың негізгі мақсаты Ұлытау облысының құрама командасын жасақтап, алдағы уақытта Қостанай қаласында өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатында өнер көрсету. Арайлым Шакарманова, Дастан Тұрар, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Бүгінге айтарымыз осы. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын.